Сәлеметсіздер, достар. Кеш жарық кештеріңіз көңілді болсын, кешкі астарыңыз дәмді болсын. Бүгінгі көрісу күні мерекелеріңіз құтты болсын. Және де бүгін бір жасқа келген күндеріңіз құтты болсын деп айтар едім. Өйткені біз енді әр неде былайша айтқанда әр жаңа жылда қаңтардың бірі күні, бірінші айдың бірі, біз жаңа жыл деп есептейтінбіз, жаңа жыл деп. Биылғы 2024 әлі әзір аяғы, былайша айтқанда 2025 енді келді. Қазақтардың жаңа жылы, енді жоғарғы әлемде, бұны қазақтардың деп неғымай қояйық, бірақ жоғарғы әлемде жаңа жыл 3 айдың 22-сі. Қазір енді негізі жаңа жылға біз дайындық қылып жатырмыз деген сөз. Барлық нәрсе 2025 жылы 3 айдың 22-сі, наурыздың 22-сі күні. Бұл үлкен жаңа жыл. Биылғы жаңа жыл өте үлкен жаңа жыл болмақ. Қазақтар үшін өте үлкен алтын ғасыр, алтын дәуіріміз келді. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын кез келеді, алтын ғасырымыз келеді деп ата-бабамыздың армандаған, өмір бойы осы жылды күтіп, алтын ғасырды күтіп, соған еңбек етіп, былайша айтқанда, соған осы ұрпақтарым жетсе екен, сол ғасырды тойласа екен, көрсе екен деген аңсаған ата-бабамыздың енді ол күндерде жақын қалды. Уже басталды бүгіннен бастап деп. Сол үшін бөркіңізді аспанға атып, қуанып, осындай. Қазір енді ата-бабамыз, ата-тектер әркімнің өзі жетелеймін, қолдаймын, ұрпағымды қуаттаймын, қорғаймын, өздеріне тапсырамын, және өздерін өзім жетектеймін деген сияқты. Сөйтіп келіп жатқан ата-бабаларыңызды қарсы алып, қуанып, тапсырып, және тілектеріңізді көбірек айтып, батамен ел көгереді дейді ғой, бата тілегіңізді, дұғаңызды көбірек айтып, енді біз осы уақытқа дейін иерархияны сақтанған халықпыз. Үлкенді құрметтеу, кішіге ізет көрсету деген үлкендердің батасын алған әрине жақсы, өте керемет. Батамен ел көгереді деп бекер айтпаған. Батамен сіздің ұрпақтарыңызға өте көп пайдасын тигізіп, ата-тектен энергияның дұрыс өтуіне бұл батаның ролы өте жоғары, маңызы. Сол үшін үлкен әжелер, аталар, әке, шешелер, ата-аналар балаларыңызға көбірек бата беріңіздер, дұға тілектеріңізді айтыңыздар. Өздеріңізде мына ата-теке тағзым жасау, ата-теке дұға жасау деген сияқты. Қазір енді әртүрлі өзіңіздің сөзіңіз бар, ішіңізде әр адамның өзінің дұға тілегі бар, ішінен айтатын тілектер бар, армандар бар деген сияқты. Әр адамның жүрегінен шыққан шынайы тілегі, шынайы сөзі, шын жүректен шыққан пейілі, ақ ниеті ол міндетті түрде 100% емес, 10000%-ға орындалады. Сол үшін қазір энергия өте керемет жұмыс жасап жатыр, былайша айтқанда. Жақсы сөз жарым ырыс деп айтып кеткен. Эмоцияға енді қатты бір беріліп кетіп, қатты бір қазір енді мынау өткен өмірден ДНК оянып жатқаннан кейін эмоциялар да қосылып кетеді. Сол себепті адамдарды ашу қысады. Сол үшін мына адам санаңды есейтіп, қазіргі жаңа білімдерді алсаңыз, және осының себептерін түсінсеңіз, мәнін білсеңіз, сіз өз эмоцияңызды өзіңіз басқарып, және де адамдарға қатты, бұл эмоцияның сабақтарынан да өтетін себебі, адамдар осы кезге дайын болу үшін өткізіп жатыр. Қазірде мысалы
себебі сіз ашудың, мына ыза болудың, өкпе реніштің, қызғаныштың, былайша айтқанда солардың барлығын түсінетін кезге жеттік. Соны өзіміз басқара алатын, өзімізге сана берді, ақыл ой берді. Бірақ та қазіргі кезде мынау ДНК-да оянып жатқаннан кейін көптеген сақталған ақпараттар, соның бәрі қазір оянып жатыр. Өйткені қазір адамдар оянып, сабақтарынан өтіп, біраз енді оның бәрі біздің ары қарай ДНК-мызға, қазіргі біздің осы эмоциядан өтіп, сабақтардан өтіп, карма сабақтарынан өткеннен кейін адамдар неге қазір біз санамызды есейтіп жатырмыз? Санамызды есейтіп ДНК-ға жібереміз. Былай айтқанда біз жаңа тағдыр кітабымызды жазамыз. Енді бізден дұрыс энергия өту үшін, ұрпақтардың жолы ашылу үшін, бәріміз ары қарай тату тәтті, бақытты өмір сүру үшін, жүрегіміз тыныш, Құдайды өз жүрегімізден тауып, осындай бір керемет алтын ғасырда өмір сүру үшін осы уақытқа дейін бізге сол эмоциялардың сабағынан өте алмай, қиналып, неше түрлі кармалар өтеліп, сөйтіп келдік. Сол үшін да осы сабақтар керек болды, және де біз осы сабақтардан өту арқылы санамызды есейттік. Әзірде есейтіп жатырмыз, өтіп жатырмыз. Енді қазір уақыт келіп жатыр, бәрінің ата тектері келіп жатыр, ДНК оянып жатыр, бәрі өзінің кім екенін түсініп, өз әсіліне ақырын қайтуда. Сол үшін да біз ұлттық өзіміздің құндылығымызды қазір өте жоғары ұстап, бәрі қазақша сөйлеп, өзінің киімдерін киіп, әлемнің өзінде де басқа ұлттарда мына қазақтарды құрметтеп, қазақша киімдерін киіп, қазір наурызға дайындықтарын істеп, қарасаңыздар көшеде қазақи киім киетін адамдар көбеюде. Сөзіміз де түзелуде барған сайын. Сөйтіп, міне келіншектер өзіміздің орамалымызды салып, қазақи киімдерімізді киіп, оюларымызды киіп, әшекейлерімізді тағып, барымызды киіп, бақанымызды таянып дегендей, мейлі сізде қымбат бағалы бұйымыңыз болмаса да, өзіңізді қазір әртүрлі ұлттық киімдер, енді қымбатта емес, өзіңізге киіп, балаларыңыздың алдында біздің қазақ деген ұлттың қандай болатынын әлемге танытып, өзіміз үлкенді сыйлап, кішкенелерге ізет көрсетіп, өзіміздің ғұрып әдет, салт дәстүрімізді өте мынандай жоғары деңгейде көрсете алсақ, мәдениетті болып, санамыз есейіп, жүрегіміз ашылып, сондай бір дәрежеге жетсек, рухани ең мықты әлемдегі бірінші елге енді айланады деп жатыр қазақтар бұйырса. Соған кетіп баратыр бәрі. Бәрі жақсылыққа кетіп бара жатыр. Сол үшін бүгін өте тамаша күн. Сол үшін біздің жаңа жыл, әлемнің жаңа жылы, жоғарғы әлемнен бұйрығы ол. Жоғарғы әлемде сол 3 айдың 22-сі бүкіл ғаламдағы жаңа жыл сол. Енді солай деп жоғарғы әлемнің де оны тойлап жатыр қазір, наурызды уже басталып кетті ма? Сол үшін сіздер көзге көрінбейтін нәрселер өте көп. Енді әзір тылсым дүниенің бәрін мойындап жатыр, біліп жатыр адамдар. Тіпті қаншама кітап оқыған кісілер, қаншама осы әлем айтып жатыр ғой қазір интернетте де. Ғалам кітапханаларына барғанын, өзің түс көріп жатқанын, неше түрлі әлемдерге барып, сол жақтан ақпараттарды алып жатқанын адамдардың бәрі айтып жатыр. Қазір қазақтардан байқасаңыздар, тылсым әлемді енді жақсы түсініп келатыр. Біз енді өте мықты халық екенімізді ұмытпауымыз керек. ДНК-мызда ата-бабамыздың ең мықтылықтары, қасиеттері, қабілеттері дарыған. Соның барлығын енді уақыты келіп жатыр. Сол үшін біз санамызды есейтіп, білім ала берейік,
Менде қазір өте көп техникаларды беріп жатырмын. Жаңа техникалар қазіргі кезде хит болып жатқан прана техникасы, барлығын сіздер өздеріңізге қалай ата теке дұға жасаймыз, қалай өзімізді тазартып аламыз, қалай үйімізді тазартамыз, қалай машинамызды тазартамыз деген сияқты қазақтар енді бұрыннан шырақты қолданған, шырақ арқылы тазартқан үй. Мынау келін келген кезде үйге отқа май құю, күйеу бала келген кезде отқа май құю, сол үйдің бәрін аластау, тазарту. Біз деген енді өте бәрін білген халықпыз ғой. Сол осы прана деген техника болсын, қайсы энергия қазіргі неше түрлі жаңа техниканың барлығын қазақтардың ата бабасынан ол ДНК-ңызда бар баяғыдан игеріп болған. Тек қана бізге білім жетіспеді. Біз теория жақтан не болғанымызбен мына жақтан бізді ашып тастаған, бірақ біздің санамыз кішкене есемей қалған. Енді бәрі оянып қазір. Енді ұйқыдағы қазақтың миы қымбат болады деген сол себебі енді қазақтардың әрбір қазақ бай, бақуатты, әрбір қазақ мықты, дана, данышпан болады. Сол үшін қуаныңыздар. Сол үшін маған жазылыңыздар техникаға. Барлығын мен сіздерге арзан, былай тегіннің қатарында беріп жатырмын. Алып, үйдеріңізді тазалап, өздеріңізге қорған қойып, өздеріңізді 5-6 айға қорған қойып, ойша бәрін істейтін сөздер, дұғалар, қуат көздеріңізді қалай ашасыздар, соның барлығын сіз өзіңіз және басқаларды қалай емдейсіздер. Оның бәрі кей адамдар енді өзі емшілікті беріп қойған, бұрыннан қасиеті бар. Енді қазақтардың екінің бірі, былайша айтқан емші болады, қолдарының бәрінде қасиет бар. Бүкіл тұла бойы қасиет. Сол үшін осындай қасиеттерді пайдаланып, сіздер де басқа адамдарды емдеңіздер, барыңыздар шетелге барып шетелдіктерді емдеңіздер. Қолдарыңызда қасиеттер арқылы табыста келеді, бәрі келеді, бай бақуатты болып өмір сүріңіздер. Ал енді сіздерге мен сол техникалардың бәрін дайындап қойдым.